Ассалаумағалейкум құрметті білімгерлер, менің есімім Рамазан. Мен Букетов университетінде және Modern Teachers Academy жобасында оқитын үшінші курс студентімін. Менің бүгін сіздермен бөліскім келетін тақырып Архимед күші. Жалпы бүгінгі видео сабағымызда біз тәжірибені, теорияны, практиканы қолданатын боламыз. Сол арқылы Архимед күшін толықтай меңгеріп шығатынымызға үміттенемін. Сонымен Архимед күші дегеніміз не? Архимед күші дегеніміз ол біздің ауырлық күшіне тура кері әсер ететін ығыстырушы күш. Біз оны мына тәсіл арқылы дәлелдейтін боламыз. Мысалға, сұйықтыққа батқан белгілі бір денеге H1 тереңдікте F1 күшпен қысым түседі. Және оған төменгі бөлігіне H2 тереңдікте F2 күшпен қысым түсетін болады. Сонда бізде H1 көбейтілген F1 күші болады H2 көбейтілген F2-ден. Бұдан біз не тұжырымдаймыз? Бізде H2 тереңдіктегі қысым H1-ге қарағанда әлде қайда жоғары болғандықтан, ол затты жоғары қарай ығыстырып шығарады. Енді біз дененің жүзу шарттарына мән берейік. Өмірде кездесетін бізде ағаш, тас, темір деген сияқты заттар ол кейде суға батады, кейде суда жүзіп жүреді, кейде судың бетіне қалып шығады. Мысалға, мына арада судың бетіне бір дене қалып шықты. Бір дене жүзіп жүр ішінде. Бір дене батып кеткен. Burada не үшін олай? Өйткені денеге әсер ететін F ауырлық күші мына арада F Архимед күшінен қарағанда өте әлсіз болған. Сондықтан F Архимед күші ол затты жоғары қарай ағыстырып шығарып жіберді. Және мына арада F ауырлық күші F Архимед күшімен тең болып қалғаннан кейін дене суға жүзіп жүреді. Ал мына арада F ауырлық күші F Архимедтен басым түскеннен кейін зат батып кетті. Осындай қарапайым мысалмен біз түсінетін боламыз дененің жүзу шарттарын. Және де енді Архимед күшінің негізгі принципін біз мына тәжірибе арқылы түсінейік. Жалпы Архимед күші дегеніміз ол дененің суға батқан көлемі қандай болса, судың ығыстыру күші де көлемі де тура сол заттың көлемімен бірдей болады. Мысалға, мынада салмағы бірдей екі дене, бірақ көлемдері әртүрлі. Мынау ағашты мысалға батырып көрейік суға. 100 литр суға батырған кезде су 10 литрге көбейді. Значит, біздің ағаштың көлемі 10 литр болған. Және де оның тығыздығы судың тығыздығынан әлде қайда төмен болғаннан кейін Архимед күші ағашты жеңіп ығыстырып шығарып жіберді судың бетіне. Енді салмағы тура сондай, бірақ тығыздығы басқа. Тасты, кірпішті батырып көрейік суға. Ол суға батып кетті. Бірақ көлемі 2 литрге ұлғайды. Бірақ бұның ауырлық күші Архимед күшінен қарағанда әлде қайда мықты болып шықты. Біз осы арқылы жалпы Архимед күшінің принципін түсіне алады екенбіз. Және де енді біз есептерге мән берейік. Сонымен көлемі 5 дециметр куб болатын дене толығымен суға батырылғанда оған әсер ететін кері итеруші күш 50 ньютонға тең дейді. Сұйықтықтың тығыздығы қандай дейді. Burada бізде көлемі берілген. Көлемі берілген. Ол дегеніміз 5 дециметр куб. Оны қыбыжыға айналдырсақ, 0,5 метр куб болады. Және де F Архимед берілгені кері итеруші күш яғни. Ол 50 ньютон. Сонымен бізге табу керек сұйықтың тығыздығын, ол ρ. Бізде жалпы Архимед күшінің формуласы ол F Архимед тең болады ρ/g/v. Бізде ρ дегеніміз судың тығыздығы, g дегеніміз
жерге еркін түсу үдеуі, және в дегеніміз бізде заттың көлемі. Сонда бізде тері теруші күш Архимед белгілі, көлем де белгілі. Бізге не табу керек? Роны табу керек. Онда біз F Архимед бөлінген болады G-ға тең, ол 50 ньютон бөлінген 10 көбейтілген 0,5 тик тең болады, ол 1000 килограмм бөлінген метр кубқа. Сонымен біз сұйықтың тығыздығын қандай екенін осы формула арқылы таптық. Енді келесі есепке назар салайық. Бұл есебіміз, егер ағаштың тығыздығы 500 килограмм метр куб болса, онда әрқайсысының көлемі 0,6 метр куб болатын 25 бөренеден жасалған сал қандай ең үлкен көтеруші күшке ие болады дейді. Бізде не берілген? Бізге ағаштың тығыздығы берілген. Ол бізде ро тең болады 500 килограмм метр кубқа. Және де оның әрқайсысының көлемі 0,6 дейді. 0,6 метр куб. Және саны берілген бөрененің, ол 25 бөренеден тұрады екен. Бізге табу керек F теруші күшті. F көтеруші күшті. Белгісіз. F көтеруші күш дегеніміз, ол біздің салдың жалпы суға толықтай батқан кездегі кері итеруші күшке F Архимедтің көтеруші күштен айырмашылығы. Жоқ, олай емес. Бізде мына салдың суға батқандағы, толық батқандағы Архимед күшінен салдың өзінің салмағын алып тастағандағы мән көтеруші күшке ең үлкен көтеруші күштің мәніне тең болады. Ол дегеніміз сонда F Архимед тең болады. Қателесіп кеттім, ренжімеңіздер. F көтеруші күш тең болады F Архимед азайтылған mg. mg болады. Енді бізге не берілген? Бізде көлем мен бөрененің саны берілген. Біз осы арқылы жалпы көлемді тауып аламыз ғой. Жалпы тең 0,6 көбейтілген 25 көбейтілген 0,6. Ол бізде 15-ке тең болады. Және де біз формула қалай? F Архимед тең болады ро G-ға. Ол дегеніміз судың тығыздығы бізде 1000, G бізде 10-ға тең, көлем болса 15. Сондан арада 150 000 шығу керек. Жетіспесем. Енді бізге салмағын табу керек. Салмағын табу үшін бізде тығыздығы берілген, және де жалпы көлем берілген. Жалпы көлем берілген. Сонда біз арада көбейтеміз. 500 көбейтілген 15 тең болады, ол бізде 7500-ге. Енді ана формулаға салатын болсақ, F көтеру тең FA дегеніміз бізде Архимед күші, ол 150 000. Азайтылған 7500 көбейтілген 10. Сонда тең болады бізде 75 000. 150 000-нен 75 000 азайтсақ, оны 75 000 шығады екен. Бұл біздің F көтеруші күшіміз. Сонымен оқушылар, біз бүгін тәжірибе, теория және практика арқылы Архимед күшінің не екенін біліп, және есеп шығаруды үйрендік. Сіздерге толықтай рахмет. Сіздерге сабақты қарап шыққандарың үшін көп рахмет. Сіздермен болған Рамазан.